әдейі сынайтын. Ал мен үлгермей қалдым. Не істедің мен? Қалай дедің досым? Ешнәрсе істеген жоқпын. Что жауап, сен жауап берсең? Не айтамын мен? Давайте без этого, пожалуйста. Оны қайдан біліп жүрсіздер? Мен ондай ақпарат жариялаған жоқ едім. Бұл просто грязный вопрос для него. Кездейсоқ түсіп қалдым. Армысыз құрметті көрермен, Шыңға шық эфирінде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге мен Аружан Садықбек. Бүгінгі шығарылымның басты қонағы Жұлдыз FM радиосының журналисті, өз ісіне шын ғашық маман Асылзат Ерден. Қош келдіңіз, Асылзат мырза. Ең алдымен сұхбатқа келіскеніңізге, уақыт бөлгеніңізге алғыс білдіреміз. Көп созбай сұхбатымызда мына бір сұрақтан бастасақ. Айтып өткендей, Жұлдыз FM радиосында жұмыс істейсіз. Журналистикадағы тәжірибеңізді бөліссеңіз, радиода қандай қиындықтарға кезіктіңіз? Енді бұл журналистика саласындағы менің радио бірінші тәжірибем. Бұл салада 10 алдын жұмыс жасамаған. Радио енді ол импровизация ғой. Басында келген кезде сәл қиындықтар болды. Осы радионың өзінің бір жұмыстарын түсінбей қиналдық. Өздерінің бір терминдары бар деген секілді. Подложка, линейка деген сияқты. Біз оларды білмедік. Уақыт өте келе үйрендік соның бәріне. Енді импровизация дедім ғой. Басында осы Жұлдыз FM-нің жүргізушілерімен бірге жүргізіп жүргенде олар бізді әдейі сынайтын, бізді тексеретін, бізді пісіретін, сұрақтар қойып, енді кішкене қобалжу бар ғой. Микрофон алдында адам сөйлегенде қаншама миллиондаған адам сені мысалы тыңдап отыр, қобалжисың. Сол пісіру мақсатында бізді шыңдайды ол кісілер, оларға рахмет. Осындай бір қиындықтар болды. Қазір енді жайлап үйреніп жатырық, әлі де үйренеріміз көп негізі. Жұлдыз FM жайлы әңгімемізді тарқатсақ, бұл радиоға сіз қалай келдіңіз? Бұл радио Үсен деген досым, өзім бір топта оқимыз екеуміз, бір мамандық иесіміз. Ең бірінші Жұлдыз FM-ге келген сол болатын, яғни ол вакансия бойынша бізге жіберілді. Ол сол вакансия бойынша осында келді, кастинг болды, кастингтан өтті, ал мен үлгермей қалдым. Мен кейін оқып қалдым да, үлгермей қалдым. Содан кейін енді Үсен бауырым артынан мен де барып көрдім, жай ғана көрейін деп. Жаз уақыты, ол кезде практика болатын. Осы Жұлдыз FM-де практиканы өтейін деп шештім. Солай істеп жүрміз енді Жұлдыз FM-де. Білуіміз бойынша сіз Хату университетінің 3-ші курс студентісіз. Жұмыс пен оқуды қатар алып жүру қиынға соқпады ма? Жалпы негізі қиын екеуін бірдей алып жүру. Эфир уақытында мысалы сабаққа келмей қалатын жайттар болды. Бірақ әйтеуір жетекшілеріміз соны түсініп, бағамызды қойып, түсіністікпен қарады. Сол үшін де рахмет. Сіз журналист қана емес, сондай-ақ Супербол жобасының әуесқой ойыншысы екенсіз. Ал болашақта осы кәсіби футболшы болу ойыңызда бар ма? Футболшы болу, мен өзімнің футбол жолындағы мансабым аяқталды деп есептей аламын. Қазір өйткені кәсіпқой түрде ойнап жүрген жоқпын. Қазір енді өзім мамандығым бойынша өзім саламда жұмыс жасағым келеді. Осы салада көтерілгіміз келеді әйтеуір. Сондай мақсат қазір. Сұхбат алдында біз сізді қатты зерттедік, және нәтижесінде сіздің әкеңіздің полиция қызметкері екенін, ал анаңыздың сән салонында жұмыс жасайды. Оны қайдан біліп жүрсіздер? Мен ондай ақпарат жариялаған жоқ едім. Ал бірақ сіздің осы журналистика саласын таңдауыңызға не себеп? Бұл салаға кездейсоқ түсіп қалдым. Өйткені мен кішкентай кезімнен бері спортпен айналыстым ғой, енді футболмен айналыстым. Қандай оқуға түсем деп ой болды. Содан маған осы Хатуға түсуге ұсыныс келді. Яғни мен спортшы болғандықтан маған осында грант ұсынды. Мен бас тартқан жоқпын. Жұлдыз FM секілді беделді медиа орталықтарында студент кезден бастап жұмыс істеу үшін не істеу керек? Әрбір күн ол бізге берілген бір мүмкіндік. Сол мүмкіндікті көре білген адам ғана өзінің арманына, мақсатына жетеді ғой. Ең бірінші осы Хату университетінің басшылығына, және де біздің кафедрамыздың, осы біздің журналистика саласындағы біздің жетекшілеріміз, ұстаздарымызға көп рахмет. Осының арқасында осындай бір сынақ тәжірибелерден өтіп, бару керек, өту керек,
қорықпау керек. Құрметті Асылзат мырза, бізбен тың ақпаратты бөліскеніңізге алғысымыз шексіз. Өзіңізге шығармашылық табыс, қажымас қайрат тілейміз. Мен айтқандарыңыз келсін. Сіздерге де рахмет. Келіп тұрыңыздар. Құрметті көрермен, бағдарламаны осы жерден түйіндейміз. Бүгін бізде қонақта болған Асылзат Ерден. Амандық, саулықта жүздескенше.